Сәлем достар, сіздерді алдағы келе жатқан барлық мерекелермен құттықтаймын. Бүгін менің каналымда көретіндеріңіз ПП хачапури. Бізге қажетті ингредиенттер, олар сыр, бір жұмыртқа, күріш ұны және творог. Творог 0 немесе 5% творог болса болады. Барлық ингредиенттердің өлшемін мен описанияда қалдыратын боламын. Творог, жұмыртқа және күріш ұнын осылай араластырып біркелкі қамырға келтіреміз. Достар, менің каналымда үнемі ПП рецепттер болады, сондықтан міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Қамырымызды 2 бөлікке бөліп, 2 хачапури формасын береміз. 180 немесе 200 градуста қызарғанға дейін пісіріп аламыз. Жұмыртқамыздың бірінші ағуызын, оның үстіне сыр салып, олар піскенше дейін тағы да пеште 5 минуттай ұстаймыз. Хачапурилар осындай жұмсақ, нәзік болып піседі. Осылай ортасын шанышқымен ашып, жұмыртқамыздың сарыуызын салып, пеште 1-2 минуттай пісіріп алсақ болады. Біздің ПП тағамымыз дайын, барлықтарыңызға ас болсын көрермендер.